Сәлем алейкум сайғыл серчілер. Афта ортасының мұйым хаберлерінен сізлеріні UATV таныш етмекте. Русияның дигер devletlerге қаршы алып барған силалы истилясының қадыры әп артмалы. Бұны Юқары Рада рейсі Андрей Парубий Қарадеңіз иқтисади ішбірлігінің парламент ассамблеясының Киевдегі отырышаны ашқанда білдірді. Қайдеткені кебі Украинаның топрақ бүтіндігіні тамамен тікленілмегенже санкциялары сақламақ ләзім. Бұның иле Парубий Киевнің Қарадеңіз иқтисади ішбірлігі тешкілятының мақсатларына әр вақыт реаят еткенені білдірді. Шу жүмледен инсан ақлары мәселесінде. Украина дайма тарафлама ишбирлик үчүн укугий темелни коройду. Шу жүмледен парламент демократиясынын бекитилмесине ве инсан акыларынын урмет этилмесине, айны сырада Кара деңиз иктисадий бакларынын инкишафына имкан ярата. Пачес парламент ишбирлигинин инкишафы үчүн аля бир платформадыр. Украина ве НАТО Қырым ишгалini ве Русияның Донбасста арекет еткен қанунсыз силалы зүмрелешмелерге қол тұтуфны такбих етем. Бұның ақында умуми баянатта Украина НАТО парламентлер ара шурасының рейсдешлері Ирина Геращенко ве Рейнал Андрейчук сөз үріттілер. Арби әрекетлеріні ажиле суретте тоқтатмақ ве Минск аңлашмаларыны еріне кетірмек керек олғанын қайдетелер. Бұның иле Геращенко ве Андрейчук Киевны ислатларыны кечірмеге, альянс теркебіне кірген мемлекетлеріні есе Украинаның НАТОға яқынлашмасы үшін дестекні арттырмаға чағыралар. Шу сырада Америка Қошма Штатларының Малия Назирлігі Русияге қаршы яңы санкцияларына азырлайжақ. Бұны Украина тышқы ішлер назирі Павел Климкин білдіре. Сыңырлав тедбірлері тек Русия шirketlerine дегілді, президент Путинге яқын олған иш адамларына да тесір етежек. Дипломатның дегеніне бинайын жедвел баяғы кеңішлетілежек. Русия, Шимали Корея ве Иранға қаршы қошма санкцияларын керсетілмесі ақында канунның қабыл етілмесі үшін Америка Қошма Штатларының Конгрессы ве Сенатның ишбирликте болундық. Бу гайет имеятли бір канун, чүнки тек формаль жедвеліні дегілде санкцияларын мантағыны кенешлеті. Мунасип жедвел Русияге низбеттен муим тесир ве басым қолы олажақ. Русия ишғал етілген ярымадада мәжбүри тарзда демографик вазиетні деңіштіре. Бұны Украина президентінің Қырым татар халқының ішлерінден векелетлісі Мустафа Джемилев білдіре. Оның малуматына көре ишғалден соң Қырымға тахминен 500 000 Русиялы ве Сахте, Луганск ве Донецк жұмхриетлерінің жәнкеверлері көчті. Бұның иле ишғалжы акимиет тамыр сакинлеріні ярымаданы терк етмеге зорлай. Мақсады Қырымның Кремль саясетіне реаяткар олған ватандашлар иле искан етмектені барет. Бұ исе ишғал етілген территорияларының статусы ақындаки Женева шартнамесіні боза ве арби жинает ола, дей Джемилев. Официальная статистика говорит, что... Ресми статистикаға көре, үч бұчық ел девамында Қырым ярамадасының әйелісі 10%-ға артқан. Бұ да Қырымда өлім дәрежесінің доғув севиесінден дайма артмасы вақтында. Шымды Қырымда өлім севиесі Украина заманында олғанындан 1,5 қат артты. Иште бұл вазиетте 10%-ға артуы аққында айтылмасы демографик вазиетні аселет деңіштіргенлеріні көстеріп тұра. Қырым татар әрбабы Номан Челбиджиханның тержимеалы ilk сефер Украин тілінде басылды. Күреш мейданыны от басмас серлевалы әсер Украинада Құрылтайының 100 жылығы мұнасебетінен дерч олынды. Оз китабында Юнус Қандым ялыңыз Қырым татар милли үкіметінің бірінші елбашчысының аяти yolunu дегілді, ярымадада большевиклер тарафындан запт етілмесінден соңыра олып кечкен тарихи вақияларны да тасвир етті. Муэллиф совет заманлары гизли тұтылған весиқаларны топлады. Китап сайфелерінде совет тешвиқаты әфсанелерінің ялан олғаны көстерілі деп қайдетелер Украина хабер саясеті назірлігінде. Сьогодні ця книжка це є однією зі зброї. Бүгін бұл китап контрпропаганданың селяларından бірі ола. Ось ақиқатымызны, ось мевамымызны гизленілген тарих сайфелеріне, ось нұқтайы назарымызны көстіреміз. Челебиджихан тек Қырым татар арекетінің етекчісі дегілді Украин тарихының қысымы олмалы. Такий переламний момент для української історії. Украин тарихындаки бұл кибі деңішуф девірі епімізге Қырым татарларға, украинлерге ве дигерлерге де тарихқа өз ноқтай назардан бақмаға имкан бере. 4 айлық тевқif. Бұл үкімні Печерск район махкемесі көк yüzі қараманларының мемориалыны бозған вандалға чықарды. Вақия Киевнің мерkezінде олып кечкен еді. Октябрьнің 5-інде Ақяр сакины Юрий Чеканов хатыра плакатлары иле мемориалыны қырған еді. Қабатлав тарафы білдіргені кебі ось әрекетлері иле инсан, элак олғанларының яқынлары ве туғанларына маневи зарар кетірді.
Mahkeme oturuşunda adam kabahatini tanıdı. Hareketlerini yaman niyetli çıpkınlık olarak belgilediler. Ama mahkeme şahısının peşman olganını yumşatıcı sebep olarak kabul etti. Tevkif müddeti 2018 senesi fevralının 2'sinde sonuna yetecek. Ukrbоронпром yanı Ukrayn 3D radarını sınavlarga hazırlay. Bunu Facebook sayfasında Prezident Petro Poroshenko yaza. Cihaz 5 saniye içinde malumatını yanartıp, havada 500 kilometre uzaklıkta olgan obyektlerini kaydetem. Şu cümleden yüksek ayrımlılığı olgan nişanlarını ozgara. Sıfırdan başlap 400'den ziyade kilometreye kadar yükseklikte olgan 500 nişanını takip etem. Radar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde olgan bütün zenit raketa kompleksleri ile kullanılmak mümkün. Şimali Koreya balistik raketanın sınavlarını geçirdi. Pinyan'da bildirgenleri ki bu raketa Amerika Koşma Ştatlarının teritoriyasında hangi noktaga barıp yetebilem. Yaponiya matbuat vasıtalarının malumatına göre mermi Yaponiyanın iktisadi zonasının sularına düştü. Uçuruvdan birkaç dakika geçkende Cenubi Koreya Şimali sınırları yanında öz raket ateşlerini geçirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Tehlikesizlik Şurası KNDR hareketlerini acele oturuşta muzakere edecek. Pxenyan hareketleri yalnız Koreya Yarımadası'ndaki gerginlikni artırmaydı. Halkara sulh ve hafsızlıkka tehlike yarata. Şimali komşularımızın düşüncesiz hareketlerini katiyen takbih etemiz. Halkara topluluğu birleşmek ve Şimali Koreya'ga onun kutlevi mahvetuf silasının işlep çıkarıvu boyunca programmalarından vazgeçmek gerekligini ima etmeli. Memleketler buna azami gayretini koşmalı. Hem iktisadi hem diplomatik kuvvetlerini. Yemen cenubunda yerleşken Aden şehrinde terakt yüz berdi. Maliye Nazirligi binası yanında mayınlangan maşina patlatıldı. 2 insan elak oldu. 3 adam ağır yaralangan. Patlaf neticesinde komşu evlerinin camları sıngan. Binalardan birinde divar avdarılıp düştü. Terakt mesuliyetini özüne IŞİD teşkilatı algan. Serbestlik için milyard Saudi Arabistan'da kral ailesinin yakalanған azalarından biri azat etildi. Muteyip bin Abdullah hakkında söz kete. O, kralının doğmuş ağası ve memleketinin Milli Gvardiyasının sabık yolbaşçısı olan. Onu kabarcılıkta ve devlet parasının israf etüvünde kabatlaylar. Azat etilmesi için Şahzade Saud hakimiyetine milyard dollar ödedi. Bugünge bu aytmağa yetiştirgenimiz sonki haber edi. Daha çok haberini Ukrinform saytında tapabilirsiniz. Bizlerini ise UATV Kırım Tatarca sayfamızda, Facebook'ta ya da YouTube'da takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalınız.